Ана ораза кез келгенде одан қандай адамдар босатылады? Кімдер ұстамаса болады оразаны? Иә, мынау біздің дінімізде жаңағындай мұсылман адамдардың жалпы адамзат баласының, яғни бізде Аллах тағала сол денсаулыққа зиян келетін нәрселерден қайтарып, денсаулығымызға жақсы болатын нәрселерге бұйырған. Сол демекші, Рамазан оразасының, яғни сол таң атқаннан күн батқанға дейін аш жүру денсаулығына зиян келетін адамдарға дінімізде ораза тұтудан, яғни ораза тұтудан тоқтатады. Оған мәселен жаңағы емізулі бала, емізулі баласы бар әйел жатады мәселен. Емізулі баласы бар әйел егер ораза ұстаса, баласына зиян болатын болса, немесе жүкті әйел. Жүкті әйелдің де сол жаңағындай дәрігерге барып сұрайды, дәрігерге барып көрінеді, егер ораза ұстау балаға зиян болса, ол кісі де оразаны ұстамай тұрады. Сол сияқты жаңағыдай басқа да мынау аурулар бар, асқазанға байланысты, қант жаңағы диабетіне шалдыққан кісілер деген сияқты сондай көптеген аурулар бар. Сол кісілер жаңағы Рамазаннан кейін, мәселен, жаңағы шамасы жетсе, мәселен, емізулі әйел баласы өссе, кейін жаңағы Рамазаннан кейін оразасын өтеп береді. Сол сияқты денсаулығы жақсарған адамдарда Рамазаннан кейін денсаулығы түзелсе, сол денсаулығы түзелгеннен кейін қазасын өтеу шарт болады. Жолаушылар, яғни жаңа жолаушы кезде де сапарда жүрген адамға ораза ұстамауына болады дінімізде. Ал бірақ егер сапарда мүмкіншілігі болып жатса, ешқандай қиындық болмайтын болса, сапарда ораза ұстаған абзал. Ал бірақ ұстамауына да болады. Бірақ кейін өтеді ол жолаушы. Кейін Рамазаннан кейін қазасын өтеу керек болады. Жаңағы, мәселен, қары кісілер қәріліктен жаңағы денсаулығы оразаға жарамайтын болса, ондай кісілерге шариғатта фидия береді. Яғни фидия деген жалпы садақаның бір түрі. Яғни әрбір күні үшін бір міскінді тойдыру керек болады ол адам. Сол жаңағы әрбір күн үшін бір міскінге сол садақа. Ораза ұстамайтын адам фидия береді. Фидия береді ораза ұстамайтын, мәселен, кәріліктен. Яғни ол мүмкін емес ол адамның қайтадан жасарып кетуі. Сол үшін ол адам фидия береді. Әрбір күн үшін бір міскінді тойдыру керек. Яғни фитр садақа көлемінде жаңағы ақшасын берсе де болады. Рахмет сізге.